Елімізде Екібастұз, Риддер қалаларында орын алған жайттардан кейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен арнайы комиссия құрылып, жылу беру орталықтарының жұмыстары тексеріле бастады. Әзірге Семей шаһарында жағдай қалыпты десек те, Қарағайлы 343, 342 квартал тұрғындар тарапынан редакциямызға шағымдар келіп түсуде. Екібастұз қаласының жағдайына қарап, қала тұрғындарының қыстан аман шығамыз ба деген үрейін көздерінен байқау қиын емес. Оның үстіне Семей қаласының жылу қазандықтары көптен бері көтеріліп келе жатқан мәселелердің бірі. Елімізде соңғы болып жатқан жылу қазандықтарына байланысты проблемаларға қарап, шаһарымыздың тұрғындарында алаңдаушылық басталды. Қала тұрғындарының тарапынан әсіресе 3-ші жылу қазандығы салына ма деген сұрақ мазалауда. Осы сұрақтың жауабын білу мақсатында Абай аймақ медиа шығармашылық тобының журналистері шаһарымыздағы жағдаятпен танысуға шықты. Әрине, жаңа үйлер бой көтеріп, жаңа ғимараттардың салынып жатқаны көз қуантады, алайда жылу ресурстарының күш қуаты жетеді ме деген үрей де жоқ емес. Но вопрос теплоснабжения все еще стоит на повестке дня. В связи с этим Нурлан Уранхаев, аким области Абай, совместно с комиссией во главе с Тимуром Сулейменовым посетили котельные нашего города и ознакомились с их состоянием, а также вопросом обеспечения тепла нашим горожанам. Сам же Тимур Сулейменов заявил, что проблем никаких нет и для необходимых вещей будут выделяться средства. Увидели, что картина достаточно сложная. Вы это достаточно хорошо сами видите. Не хватает центрального электроснабжения, теплоснабжения. Город будет планомерно развиваться с учетом его областного статуса, с учетом планов по развитию города, о которых мы вчера разговаривали, также с Акимом, разговаривали с Маслихатом. Естественно, что нужны будут новые энергоисточники, теплоисточники. Ну а наши горожане продолжают жаловаться на вопрос обеспечения тепла. Особенно много заявлений и жалоб поступило именно с района Карагайлы, где недавно включили отопление. Давайте же узнаем вместе, как обстоят дела в их квартирах. Я живу в многоквартирном доме, у нас есть отопление, но оно мне не хватает. По дому я хожу в теплой одежде, в толстовках, в теплых носочках и, конечно же, тапочках. Спасает меня плед и горячий чай. Также у нас есть арестон для подачи горячей воды. Я живу в многоквартирном жилом доме, у меня дома все есть, теплая вода, дома тепло. И я ни на что не жалуюсь. Қаламыздағы жылу берілуге байланысты тек тұрғындардан ғана емес, оқу орындарына да салу жүргізіп көрдік. Айтар шағымыз жоқ, барлығы бір қалыпты дейді басшылық. Шырымбек Байсейітов атындағы Семей қаржы экономикалық колледжі, жалпы жылу жүйесі бойынша айта кететін болса, мен қазір колледжде бізде енді бірінші этаж, әрине қазір күннің суықтығына байланысты кішкене салқындады, бірақ жылу жүйесі қалыпты түрде келіп тұр. Біз оны күнделікті өзіміз қарап отырмыз. Өткен аптада теплокоммунайнерға келген, сырттан авария болды, оны жөндеу жұмыстарын жүргізіп, ол сол күні жұмыс аяқталды. Одан кейін жылуға колледж қайттан қосылды. Қазіргі уақытта колледжде жылы. Біздің тарапымыздан ешқандай ескерту, жаңағы айтатын өкпе назымыз жоқ. На самом деле я считаю, что не так все плохо, учитывая северный такой суровый характер погоды и климата. Достаточно тепло и по воде, и по электричеству, и по воздуху. Но, конечно, решения комплексные нужны. Мы со своей стороны будем всячески помогать. Жылу электр станциясы қалаларды электрмен жылумен қамтамасыз етудің негізгі көзі болғандықтан, келіп жеткен қыс мезгілінде Семей халқы аязды күндерді оңай еңсереді деген ойдамыз. Қысымыз жылы болғай.